ағайын, шаршасақ тойдан шаршайық деп әлі біз тойдың қамымен жүрміз. Әне міне дегенше әйтеуір уақыт деген зымыраған уақыт алдында ғана 1 ай бар, ойбай әлі бар, 20 күн бар деп жүр едік. Міне уақыт та келді. Мен де тақалған кезде алдынан бері көйлекті іздемей тақалған кезде көйлек іздеп жатырмын ғой. Сөйтіп өстіп инстаграмнан көріп осы набор көйлекті қызымыз екеуміз аламыз дегенбіз ғой. Сөйтсек біздің числоға бос емес, ой бу деп закүйік деп кепсе жеп алайық дедік қой күйеуіміз екеуміз. Солай анда-мұнда жүгіріпті әйтеуір. Көйлекті әлі тапқан жоқпын, шынымды айтайын. Тойға бұйырса ертең төркінім келеді, сіздерге бір көрініп өстіп видеоларымды жинақтап сіздерге видео салып қойып жатырмын. Бүгін ресницаға барып келдім. Осы мынау ресницамды, маникюрімді бағалап кетіңіздер, қалай болып тұр. Бір 15 күндей ма болып қалыпты өзімнің ресница нелерім шешіп тастағаныма. Құрсын той деп қыз ұзату тойынан кейін болмай жатыр қой. Мынау менің тойбастар емес, енді тамада ойын ойнатқан кезде ойынға арналған нелер приздарымыз, соны мынандай прозрачный дейді, соған орайын ба десем, білмеймін, в общем, анаған үлкен ба келмей ма, сосын ұнамай тұр, что-то басына сыртына басқа бірдеңе аламын деймін. Әйтеуір осы тойды аман есен өткізіп алсақ, сіздерге бір от души жуам деймін ба. Бұйырса Алла қаласа ертең төркінім келеді. Ой, төркінім келіп ию-дию болайын деп тұрмын ғой, гүлімді таппай. Сіздерге міндетті түрде тойдың видеосымен бөлісетін болам, сондықтан менімен бірге болыңыздар. Мені жоғалтып алмаңыздар, мені тіркеліп алыңыздар. Тойдың видеосын мен шабыттанып салу үшін осыған бір лайкты аямай басып, комментарийді аямай жазып кетіңіздер. Және де не той екен әлі білмей жатқан жандарға берсе қызымыздың 1 жас тойы, соған дайындалып жатырмыз. Алла қаласа, әйтеуір кішкентай болса да, әйтеуір кішкентай тойымыз болса да, әйтеуір абыроймен өтсін дейміз ғой. Ал тойды үзбей қарау үшін мен инстаграмға тіркеліп алыңыздар. Гүлімжан Серікқызы, Гүлімжан Серіковна деп тұрады инстаграмда, соған тіркеліп алыңыздар. Осылай тойбастарға осылай тақиялар алдым. Келіншектерге, ер адамдарға жакеті, таратқанға да. Сосын тойбастарға не алғанымды енді келесі видеода көрсетем. Бірақ тойбастардың сыртына андай бумажный пакет дейді ғой. Қазір мына жерде көрсетем, бумажный пакетті тойбастарға салғанға деп сондай пакет алдым. Мынандай пакеттерді осындайдан бір 83 штук па алдым әйтеуір. Базарға барсаң неше түріне қызығасың ғой, түр-түрі шығып базарда. Енді өткізейін деп жатқанымыз шағын тойға мына подаркілер болатын шығар, призге бергенге подаркеге. Сөйтіп әйтеуір қазақ өз үйіне қонақ келмесе жаңаланбайтын қазақпыз ғой. Мына залға мынандай перде алдық. В общем, үйдің перделерінің бәрін жаңаладық, дастархан бәрін. Оны келесі видеода бәрін как положено көрсетем. Ал енді сіздер пердемді бағалап, лайк басып, пікір жазып кетіңіздер. Және менің ресницамды мақтап кетуді ұмытпаңыздар. Мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер.